Ассалаумағалейкум қазақ елі, эфирде жаңа уақыт, студияда Әнуар Карбоза, сурда аудармашы Жансұлу Ерланқызы. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев салық кодексіне түзету енгізетін заңға қол қойды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. Ескеретін жайт, бұл өзгерістер қолданыстағы салық кодексіне ғана қатысты. Ал жаңа салық кодексіне әлі қол қойылған жоқ. Сондай-ақ тұрғын үй коммуналдық шаруашылық мәселесі туралы заң да өзгерді. Оған қоса жер, кәсіпкерлік, азаматтық процестік, әлеуметтік және су кодекстеріне сондай-ақ 23 заңға түзетулер енгізілді. Олардың бірінші блогы көп пәтерлі тұрғын үйлерді басқару жүйесін жетілдіруге бағытталған, ал түзетулердің екінші блогы салық заңнамасына енгізілген өзгерістерге байланысты. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қанат Бозымбаевты қабылдады. Премьер-министрдің орынбасары өңірлерді дамыту бойынша қолға алынған шаралар туралы есеп берді. Атап айтқанда, президент тапсырмаларын орындау үшін өңірлік саясат жөніндегі жобалық кеңсе құрылды. Ал өңірлік стандарттар жүйесі елді мекендерді дамытуды тиімді жоспарлауға мүмкіндік береді. Қанат Бозымбаев энергетикалық және коммуналдық секторларды жаңғырту бойынша ұлттық жоба қалай жүзеге асып жатқанын баяндады. Жоба аясында 86 мың шақырым коммуналдық желінің құрылысы мен жаңарту жұмыстары көзделген. Бұл ретте отандық тауар өндірушілердің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және энергетика салаларындағы әлеуеті барынша пайдаланылады. Сондай-ақ мемлекет басшысына коммуналдық жүйелерді басқару бойынша трансұлттық компаниялармен келіссөздер жүргізілгені жөнінде айтылды. Президент өңірлерді теңгерімді дамыту маңызды міндеттердің бірі екенін атап өтті. Қасым-Жомарт Тоқаев инженерлік коммуналдық инфрақұрылымды жаңғырту, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына бірыңғай цифрлы экожүйе енгізу, су саласын цифрландыру және су үнемдеу технологияларын қолдану жөнінде бірқатар тапсырма берді. Бүгін үкімет қаңтар-маусым аралығындағы елдің әлеуметтік экономикалық даму нәтижесін қорытындылады. Сонымен негізгі көрсеткіштерге тоқталсақ, жыл басынан бері Қазақстан экономикасы шамамен 6,2%-ға өсті. Салыстыратын болсақ, былтырғы жарты жылда бұл көрсеткіш 3,2%-ның деңгейінде тіркелді. Премьер-министрдің орынбасары ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин өсім тіркелген салаларды атады. Олардың арасында көлік және құрылыстың көрсеткіштері өзгелерге қарағанда көшілгері, сондай-ақ қызмет көрсету саласы, тау-кен өнеркәсібінде өңдеу секторы мен ауыл шаруашылығында да прогресс бар. Жыл соңына дейін біздің алдымызда нақты бағдарлар тұр. Экономикалық өсуін кемінде 6% деңгейінде ұстау. Инфляцияны 10-11%-қа дейін төмендету. Бұл ретте 2026 жылы инфляция деңгейі 10%-тан төмен болады. Шағын және орта бизнестің жалпы ішкі өнімге үлесін шамамен 40%-ке дейін қамтамасыз ету. Жаңа салық тетіктері бюджетке шамамен 5 триллион теңге қосымша қаражат әкеледі. Ал биылғы жарты жылда бюджеттің кірісі жоспардан асып түскен. Серік Жұманғарин 6 айда мемлекеттік бюджетке 11 триллион теңгеден астам қаржы түскен айтты. Бұған импортқа салынатын қосылған құн салығы, шикі мұнайға экспорттық кедендік баж және корпоративтік табыс салығынан түсетін қаржы себеп болған. Кірістері бойынша мемлекеттік бюджеттің кірістері шамамен 11 триллион теңгені немесе жоспарға 106,4%-ды құрады. Республикалық бюджет 31 миллиард теңгеден аса артығымен орындалып, 105%-ға атқарылды. Жергілікті бюджеттерде сенімді өсім көрсетті. Кірістер 117%-ға немесе 656,6 миллиард теңгеге атқарылды. Ал бюджеттің негізгі шығыны әлеуметтік блокқа бағытталған. Нақты айтар болсақ, әлеуметтік салаға 4 триллион 300 миллиард теңге бөлінген. Ал өңірлерді қолдауға 3 триллион 600 миллиард теңге жұмсалған. Нақты секторға 800 миллиард теңге қаралған. Қаржы министрі негізгі әлеуметтік міндеттемелер толығымен орындалған айтты. Яғни зейнетақы мен жәрдемақылар төленіп, өңірлерге бөлінуі тиіс қаражат аударылған. Жергілікті бюджеттерге қаржы бөлу кезінде әлеуметтік сала мен негізгі қызметтерге басымдық берілген.
Қазақстанда қаржы заңнамасына реформа жасалады. Қазір құжатқа енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар әзірленіп жатыр. Бұл туралы Ұлттық банк төрағасы Тимур Сүлейменов мәлімдеді. Ол макроэкономикалық және қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету бойынша жұмыс жалғаса беретінін атап өтті. Мәселен, инфляцияны тежеу үшін республикада дезинфляциялық саясат жүргізілмек. Ақша кредит саясаты құралдарынан бөлек қосымша шаралар да қабылданады. Бұдан бөлек қаржы секторының трансформациясы жалғасады. Онда цифрлық теңгені жаңа бағыттарға енгізу мүмкіндіктері пысықталып жатыр. Бұл топтамада банктер, төлемдер, бағалы қағаздар нарығын дамыту және басқа да мәселелер қамтылған. Оған қоса цифрлық қаржы активтерін реттеуді және ұлттық цифрлық қаржы инфрақұрылымын енгізуді жоспарлап отырмыз. Төлем нарығын одан әрі дамытуды жалғастырамыз. Үкімет отырысында қайтарылған активтер қаражаты қайда жұмсалып жатқанда айтылды. Қаржы министрінің сөзінше арнаулы мемлекеттік қорға шамамен 434 миллиард теңге түскен. Бұл қаржыға өңірлерде 400-ден астам нысан салынып жатыр. Оның 230-ы халықты сумен қамтуға арналған жоба, 162 нысан денсаулық сақтау саласына тиесілі. Бұдан бөлек спорт және білім беруге қатысты тағы 14 жоба іске асып жатыр. Осы 400-ден астам ғимараттың құрылысына 318 миллиард теңге қаралған. Еске салайық, мемлекет басшысы елден заңсыз шығарылған активтерді қайтару және осы қаражат есебінен әлеуметтік маңызы бар жобаларды іске асыру жөнінде үкіметке тапсырма берген еді. Ал президенттің ауыл шаруашылығы экспортын ұлғайту жөніндегі тапсырмасын орындау үшін үкімет аграрлық азық-түлік маркетплейсін құрады. Енді мүдделі мемлекеттік органдар өз ұсыныстарын әзірлейді. Премьер-министр сала өкілдеріне өнімді сақтау және сату тетіктерін әзірлеуді тапсырды. Логистикада ескерілуге тиіс цифрлық инфрақұрылымды қалыптастыру сауда саласының одан әрі дамуына оң серпін беруге тиіс. Бұл ішкі сауда көлемін кеңейтіп қана қоймай, отандық өнімнің сыртқы нарықтарға шығуында қамтамасыз етеді, деді Олжас Бектенов. Айтпақшы, биыл елге 25 миллиард доллар мөлшерінде тікелей инвестиция тартылады. Премьер-министрдің орынбасары әрі ұлттық экономика министрі Серік Жұманғарин ол үшін белсенді тәсіл қолданылады деді. Қазір өңірлік инвестициялық бағдарламалар әзірленген, олар бизнестің қажеттілігіне бағдарланған. Қазір жасыл дәліз жүйесі бойынша экономиканың басым салаларында 134 инвестор мемлекеттік қызметтерді жедел түрде алды. Мы постоянно совершенствуем. Біз үнемі инвестициялық саясатты жетілдіріп отырамыз. Бизнес қажеттіліктеріне бағдарланған өңірлік инвестициялық бағдарламалар қалыптастырылды. Олар шетелде инвесторларды нысанаға алу үшін негіз болады. Фейстрек немесе жасыл дәліз жүйесі бойынша экономиканың басым салаларында 134 инвестор мемлекеттік қызметтерді жедел алды. Бұл қызметтер 5 күнге дейінгі мерзімде көрсетіледі. Өзгеде жаңалықтар, елордада Перизат Қайрат пен оның анасына қатысты қайырымдылыққа жиналған қаржыны жымқыру дерегі бойынша сот процесс жалғасып жатыр. Бүгін куәгерлерден жауап алынды. Аталған іс бойынша жәбірленуші болып танылған блогер Олжас Садық куәлік берді. Ол Газа секторындағы тұрғындарға көмек көрсету үшін қомақты қайырымдылық қаражатын жинағандардың бірі болған. Блогердің айтуынша, оның жеке банк шотына 83,5 миллион теңге түскен. Бастапқыда ол жиналған қаражатты ЮНИСЕФ арқылы жіберуді жоспарлаған екен, алайда көп ұзамай онымен Перизат Қайрат байланысқа шығып, сеніміне кіріп, жиналған қаржыны иемденген көрінеді. Айтпақшы, осы аты шулы іске қатысты үкімет отырысынан кейін өткен баспасөз мәслихатында премьер-министр Олжас Бектенов те пікір білдірді. На мой взгляд, требуется. Қаражаттың жұмсалуы туралы есеп бақылауда әрі ашық болуы керек. Сондықтан бұл жерде меніңше үкімет тарапынан да құқық қорғау органдарының негізінде де ұрлықтың нақты қалай жүзеге асқанын анықтау керек. Бұл тиісті заңнамалық түзетулерді қабылдауға мүмкіндік. Яғни болашақта осы секілді құқық бұзу деректерінің алдын алуға болады. Қазақстандықтардың жеке деректері медициналық ұйымдардан тараған болуы мүмкін. Олжас Бектенов қолды болған мәліметтер туралы тілшілер сұрағына осылай деп жауап берді. Премьер-министрдің сөзінше медициналық ұйымдар мемлекеттік дерекқорларға қол жеткізе алады. Бірақ оларды ұрлықтан сақтай алмайды. Айта кетейік, қазір деректердің таралуына қатысты
қылмыстық іс қозғалған. Тергеу жүріп жатыр. Олжас Бектенов құқық қорғау органдары бұған жол берген жауапты адамды тауып, қылмыстық жауапкершілікке тартатынына сендірді. Конечно, это никого не красит. Әрине бұл ешкімнің, соның ішінде үкіметтің жақсы атын шығаратын факт емес, бірақ тексеруші органдардың алдын ала тұжырымдары бойынша деректер медициналық ұйымдардан тараған болуы мүмкін. Тиісті органдар тексеру жүргізеді, оның ішінде қылмыстық іс бойынша да тергеу жүріп жатыр. Қазір қолда бар ақпарат бойынша 2022 жылғы деректер тарап кеткен деп айта аламын. Яғни сол кезде таралып кеткен. Жалпы Олжас Бектенов өзінің 4 орынбасарымен бірге тілшілердің сұрағына 3,5 сағат бойы жауап берді. Қамтылған мәселе аз емес. Тариф, жалақы, азық-түлік бағасында тұрмыстық сұрақтардан бастап ауқымды жобаларда талқыға түсті. Мәселен, елімізде салынатын АЭС Қазақстанның меншігінде болады, ал құрылысқа барынша қазақстандық компаниялар тартылады. Сондай-ақ үкімет басшысы Ресей салуға тиіс 3 жылу электр орталығына қатысты пікір де білдірді. Егер құрылысқа қатысты жауап созылып кетсе, онда өзіміз саламыз деді ол. Қалған жауаптарды әріптесім Ағдариға Мұхаддастан білейік. Үкімет бүгін халықтың күнделікті тұрмыс сапасын жақсартуға мүдделі екенін мәлімдеді. Премьер-министр Олжас Бектенов коммуналдық тарифтер бірден көтерілмейтінін айтқанмен, салықтық өзгерістер мен инфляциялық қысымның салдарынан бағаның біраз өсуі мүмкін екенін жоққа шығармады. Осындай жағдайда экономиканы жаңа деңгейге көтеру басты басымдық. Бұл ретте инвестиция мен өндіріс негізгі тірек саналады. Үкімет 2029 жылға дейін жалпы ішкі өнімнің көлемін 2 есе арттырып, 200 миллиард ақш долларына жеткізуді көздеп отыр. Экономиканы дамыту керек. Жаңа кәсіпорындар ашып, жаңа жұмыс орындар құру керек. Біз осы бағытта белсенді, кешенді шаралар қабылдап жатырмыз. Мен жоғарыда айтып өттім, биылдың өзінде 190 жаңа кәсіпорын, ірі кәсіпорын ашылады. Ол әрине жұмыс күші керек болады оған. Сондықтан қазақстандықтар жаңа жоғары айлығы бар жұмыс орнына бара алады және өзінің өмір сүру деңгейін көтере алады. Жалпы ел қазынасының 40%-дан астамы әлеуметтік салаға жұмсалады екен. Алайда бұл бағытты бақылау тетіктері жеткіліксіз. Салдарынан мемлекеттік көмекті шын мұқтаждар емес пысықайлар алып отырған жағдайларда кездеседі. Социального иждивенчества и социального мошенничества. Әлеуметтік масылдық пен әлеуметтік алаяқтық фактілері бар. Қазір бұл тұтас бір индустрияға айналған. Интернетті қарасаңыз, мынадай жағдай бойынша мемлекеттен ең жоғары жәрдемақы алып беруге көмектесемін деген жарнамалар жүр. Ал әлеуметтік көмек тек өз-өзін қамтамасыз ете алмайтын азаматтарға көрсетілу керек. Бұл басты қағида. Егер адам еңбекке қабілетті болса, ол жұмыс істеу керек. Үкімет басшысы экономикалық саясат нақты дерекпен есепке негізделетінін айтты. Мысалы, мемлекеттік қарыз жалпы ішкі өнімнің 21%-нан аспайды. Бұл халықаралық қауіпсіз шектен әлдеқайда төмен көрсеткіш. Ал халықаралық қаржы ұйымдарынан алынатын несие әлем елдерінде кең қолданылатын тәжірибе. Оның артықшылығы бір саланы тұтас көтеруге бір мезетте қомақты қаражат құюға болатындығында дейді үкімет басшысы. Во многих странах Халықаралық қаржы ұйымдарынан алынатын несиелер белгілі бір салаға ауқымды инвестицияны бір мезетте бағыттауға, яғни кешенді шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Мысалы, қазіргі уақытта біз Ислам даму банкімен бірлесіп су инженерлік инфрақұрылымын дамытуға, су қоймалары, арналар және өзге де нысандарға 1 миллиард доллардан астам қаражат тарту жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Баспасөз мәслихатында халықтың өмір сапасына тікелей әсер ететін мәселелерде назардан тыс қалмады. Келер жылы 3-4 мың шақырым жол жөнделіп, республикалық маңызы бар жолдардың 95% жақсы күйге келтіріледі. Сарыарқа магистралдық газ құбыры арқылы солтүстік пен орталық өңірлер көгілдір отынға қосылады. Сонымен қатар өткен апта президенттің сынына ұшыраған туризм саласына да жіті назар аударылды. Нақтырақ айтқанда, Алакөл, Балқаш, Бурабай секілді табиғаты көркем өңірлердің инфрақұрылымын жаңартуға 49 миллиард теңге бөлінетін болып отыр. все нормы. Бұл саланы реттейтін барлық нормативті құқықтық актілер бізде бар. Яғни судағы тәртіп ережесінен бастап, жағажайларды абаттандыру талаптарына дейін нақты белгіленген. Ендігі жерде жағажайлар орналасқан елді мекендердегі ауыл әкімдері мен жауапты мекемелер жағалауларды күтіп ұстауға және тәртіптің сақталуын қамтамасыз етуге ерекше көңіл бөлуі тиіс. Қазір деректердің уақыты. Тиімді шешім нақты мәліметке сүйенеді. Сондықтан үкімет 2025 жылы кемінде 3000 ауылға талшықты оптикалық интернет жеткізуді жоспарлап отыр. Smart Data үкімет жүйесі арқылы шешім қабылдаудың жылдамдығы да дәлдігі де артады. Big Data мен жасанды интеллект мемлекеттік қызметтердің автоматтануына серпін бермек. Ақтариға Мұхаддас, Сәкен Пионер, Жібек жолы.
Үкімет Ақтау қаласын қысқа дайындау үшін 3,5 миллиард теңгеден астам қаражат бөлді. Бұл қаржы 9 шақырымнан астам магистральдық жылу желісін жаңартуға жұмсалады. Жалпы құны 14 миллиард теңгеге жуықтайды, ал жөндеу жұмыстары былтыр басталғанын еске салғым келіп отыр. Айта кетейік, қаладағы жылу желілерінің жалпы ұзындығы 562 шақырым. Оның 79% тозған. Егер жөндеу жұмыстары аяқталса, бұл көрсеткіш 75%-ке дейін төмендейді. Жалпы 30 километрден астам жылу желілеріне жаңғырту жұмыстары жүргізілетін болады. 2024 жылы 11,5 километр жүргізілді. Осы жылға 20 километр жылу желілері қайта жаңғыртудан өтетін болады. Осы жұмыстарды осы жылыту маусымына дейін толық аяқталатын болады. Қостанай облысында таза ойындар экологиялық акциясының ауқымы жыл өткен сайын кеңейіп келеді. Қазір мұндай сайыстар өңірдің әр аудан ауылында өтіп жатыр. Ойынның шарты бойынша әр команда қоқыс жинап бәсекеге түседі. Осылайша бір күннің ішінде бірнеше тонна пластик қалдық пен темір-терсек жиналды. Әр қапқа ұпай беріледі. Ең көп балл жинаған команда жеңімпаз атанады. Көңілді әрі пайдалы бастамаға отбасымен келіп қатысып жатқандар да аз емес. Мұғалімдер болып келдік, 10 адам болып келдік. Біз жастар осы Қазақстанның табиғатын, экологиясын жақсарту мақсатында осындай жиындардан қалмай, күнделікті тұрғыда қатысуымыз қажет. Семейде екінші республикалық жас геологтардың далалық олимпиадасы өтті. Бір аптаға жалғасқан білім сайысына еліміздің әр өңірден келген 15 команда қатысты. Олар 9-11 сынып оқушылары. Олимпиада барысында командалар далалық лагерь ұйымдастыру, қауіпсіздік техникасы, палеонтология, минералогия, сынамалу, мұнай және газ геологиясы сынды бағыттар бойынша тәжірибелік тапсырмаларды орындады. Үздік оқушылар еліміздің техникалық жоғарғы оқу орындарының 12 грантына ие болды. Мен Астана қаласынамын, Альтаир командасынамын. Және де бүгін біздің командамыз бірінші орынға ие болды, ал мен ең үздік жас геолог атағына ие болдым. Негізі геология саласына мен 3 жыл бұрын келген едім, және осы 3 жылда олимпиадаға қатысып, қазір бірінші орынға жетіп тұрмыз. Өзім осы мамандықты өзімнің болашақ мамандығым ретінде қарастырудамын. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Келесі көретіндеріңіз «Новое время» хабары. Эфир тізгінде әріптесім Ульяна Ашимова. Кеш жарық, Ульяна.